Тілім бар деп оттай берме. Танымал блогер Баянды жерден алып жерге салды. Желіде орамалдағы блогер қыздың Баянды әбден сынап тастаған видеосы тарады. Бұл туралы skifnews.kz ақпарат порталы хабарлайды. Айтуынша ақырет күні оны ешқандай атақ абыройы мен байлығы құтқара алмайды. Баян ханым, сен өлгенде сені пайғамбарымыздың сүннеті бойынша, сен жақтырмайтын шариғат бойынша жерлейді. 25 метрлік ақ матаға орап жерлейді. Сені үлде мен бүлдеге, қымбат әшекейлер мен брендтерге орап жерлемейді. Ақырет күні сен үшін адвокаттарың жауап бермейді. Атақ абыройың көмектеспейді. Имамдарды сынап жүрсің, сақалдыларды тілдеп жүрсің. Осы үшін кейін өзің ғана жауап бересің. Кеш болмай тұрғанда олардан кешірім сұра. Мүмкін олардың Алла алдындағы дәрежелері сенен биік шығар. Тілім бар, аузым бар деп оттай берме. Кеш болмай тұрғанда ойлан. Бала шағаң, күйеуің, ешкім қасыңда болмайды өлгенде. Өзің жауап бересің, деді ол. Оқырмандардың бірі блогердің бұл пікірін қолдаса, енді бірі Баянға тиіспеуін өтінген. Оқырмандардың арасында қолдағандарда Баянға тиіспеуді өтінгендер де болғанына қарағанда, желіде тараған бұл видео тағы да оқырмандардың пікірін екіге бөліп жіберген сияқты. Блогер қыздың Баянға бағыттаған сөздері тым ауырлау екен, әрі эмоцияға беріліп айтылғаны көрініп тұр. Жалпы біреудің жеке пікірімен келіспеу қалыпты нәрсе, бірақ кімге болсын ақырет, өлім, Алла алдындағы жауапкершілік туралы бұлайша тікесінен айту артықтау болып көрінеді. Әсіресе жеке сынға өтудің орнына пікірталасты сабырмен, мәдениетті түрде жүргізу әлде қайда дұрыс болар еді деп ойлаймын. Баянның да блогердің де өз аудиториясы, өз ұстанымы бар. Олармен келіспеу бөлек, бірақ қатты сөздер айтудың пайдасы шамалы сияқты. Мұндай жағдайлар қоғамдағы діни, мәдени және тұлғалық көзқарастардың қаншалықты әртүрлі екенін тағы көрсетті. Бірі блогердің сөзін дұрыс десе, екіншілері керісінше Баянға орынсыз тиісті деп жатыр екен. Шын мәнінде әр адам өз пікірін айта алады, бірақ жеке адамның қадір қасиетіне тиіп, ауыр сөздер айту ешкімге абырой қоспайды. Ең дұрысы әркім өз жолында, өз деңгейінде қала берсін. Бір-бірімізді сөкпей, айыптамай, сабырмен сөйлесуді үйренсек, соның өзі қоғамға үлкен пайда деп санаймын.